Баршаңызға қайырлы күн. Мен Айтбай Мереке Бақтыбайқызы, Павлодар қаласының номері 14 жалпы орта білім беретін мектебінің химия пәнінің мұғалімімін. Өзімнің педагогикалық идеямды бастамас бұрын ең әуелі бір сұрақ қойғым келеді. Қалай ойлайсыздар, адамның миы ақылды ма, әлде асқазаны ақылды ма? Бұған дейін қаншама деректерді, қаншама материалдарды оқып жүрген біздер, әрине, адамның миы ақылды деп ойлауымыз мүмкін. Десе де, адамның миына қарағанда асқазаны ақылдырақ екен. Неге десеңіздер, асқазан өзіне қажетсіз заттарды сыртқа шығарып тастайды. Ал ми қажетсіз ақпарат па, қажетті ақпарат па, барлығын бірдей өзінің қорына жинай береді. 21 ғасыр ақпараттың ғасыры, яғни жаһандық цифрлық революция дәуірінде өмір сүріп жатқан біздер үшін ақпараттарды тиімді пайдалану, орынды пайдалану маңызды болып табылады. Осыған сәйкес педагогиканың көптеген әдістері, тәсілдері ақпаратты тиімді игеруде өзіндік орны ерекше. Мен сіздерге осындай әдістердің бірін өзімнің педагогикалық инновациям түрінде ұсынбақпын. Ол интеллект карталары. Интеллект карталары дегеніміз не? Интеллект карталары дегеніміз оқу материалын визуализациялауға арналған және сол арқылы білімді жүйелеу, қолдану деңгейлерін арттыруға бағытталған бірден-бір тиімді құралдардың бірі болып табылады. Интеллект карталарды білім беруде қолдану, білім алушылардың оқу дағдыларын, ойлау дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Атап айтар болсақ, білім алушылардың идеялар арасында байланыстарды орнатуына, ойлау дағдыларын дамытуға және коммуникация мен коллаборацияны дамытуда өз үлестерін қосуға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек, интеллект карталары білім алушылардың аналитикалық, сыни ойлауларын және жоспарлау мен ұйымдастыру қабілеттерін, және ең бастысы, қаншама ақпараттарды бір ғана картаның бетіне орналастыру арқылы есте сақтау қабілеттерін дамытуға қызмет атқарады. Интеллект карталарын білім беруде қолдану сонау 19 ғасырдан бастап біздерге белгілі. Атап айтар болсақ, Тони Бьюзен сынды ғалымдар енгізген осы интеллект карталарын педагогиканың біршама оқыту теорияларында атқаратын қызметі жоғары. Атап айтар болсақ, бізде визуализация, құзыреттілікке негізделген білім беру, проблемалық оқыту, ынтымақтастықта оқыту және мотивация теориясы тұрғысынан осы интеллект карталарының білім алушыларға берер пайдасы жоғары. Оқулықтардағы берілген теориялық мәліметтердің көлемінің үлкендігі балалардың оқуға деген қызығушылығын төмендетуі мүмкін. Ал интеллект карталары дәл осы қиын тақырыптарды, күрделі тақырыптарды игеруде өзіндік қызметі жоғары. Атап айтар болсақ, балалар осы аталған тақырыптар бойынша конспекттерді, негізгі терминдерді, қажетті материалдарды карталардың бетіне сызу арқылы олардың есте сақтау қабілеттері, пәнге деген қызығушылығы және тақырыпты түсіну деңгейінің артқанын байқай аламыз. Кез келген мұғалім өз өткізіп жатқан сабағының оқушыға түсінікті, қызықты, тартымды, әрі есте қаларлықтай болғанын қалайды. Дегенмен де жас мұғалімдер өз пәнін жетік білуі және оның әрбір мәтінін қызықты етіп баяндай білуі бұл мұғалімнің ең басты қасиеті деп шатасып жатады. Бірақ бұл бүгінгі білім беруде жеткіліксіз нәтиже көрсетіп отырғанын айта кетуіміз қажет. Әртүрлі методист ғалымдар арнайы зерттеулер нәтижесінде оқушылардың танымдық белсенділігі олардың игеретін білімінің сапасына тікелей байланысты екенін анықтап отыр. Мысалы, өздігінен оқу немесе дәріс тыңдау барысында ақпаратты ұзақ уақытқа есте сақтаудың дәрежесі 10%-дан аспаса, әртүрлі танымдық ойындар мен оқытудың белсенді әдістерін пайдалана отырып оқыту барысында дәл осы көрсеткіштің 90%-ға дейін жететіндігі белгілі болған. Бұл дегеніміз жағада тұрып жүзуді үйренудің мүмкін еместігін тағы бір мәрте дәлелдегендей. Химия пәнін оқытуда қолданылатын интеллект карталарын бірнеше форматта ұсынуға болады. Атап айтар болсам, ережелер картасы, оқулық картасы, реферат картасы, сұрақ картасы және ойлау картасы. Мұғалімнің түсіндірмелерін, мектептегі дәрістерден және олардың сапалы игерілуін жазу процесін дәл осы интеллект карталары жылдамдатады. Жалпы алғанда, интеллект карталарының қолданылу әдістемесінің
Негізі қазіргі қоғамға қажет тұлға ретінде оқушыны қалыптастыруға және дамытуға бағытталған. Ал сол оқушылар мемлекетіміздің ертеңі, еліміздің болашағы. Химия пәнін оқытуда дәл осы интеллект карталарын қолданудың оқу әдістемелік құралы әзірленіп, авторлық куәлік алынды. Өзімнің педагогикалық тәжірибемде қолданып жүрген интеллект карталар оқушылардың пәндік, когнитивтік құзыреттіліктерін арттыру арқылы өзінің тиімді педагогикалық, инновациялық әдістердің бірі екенін дәлелдеуде. Назарларыңызға рахмет.